Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін 4-ші бөлім бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмаларына тоқталмақшымын. Яғни, бірінші сұрағымыз бізде компьютерде беттер тізбегі түрінде сақталатын деректер жиынтығы дейді. Бұл анықтама бізде файлдың анықтамасы екендігін білеміз. Сонда біздегі дұрыс жауабымыз бұл жерде файл. Кейбіреулерде біз беріледі, файл дегеніміз аты бар байттар тізбегі деп те беріледі анықтамада. Келесі. Python программалау тілінде файлдың түрлері. Енді бұл Pythonдағы файлдың түрлерін біз білеміз, мәтіндік және бинарлық екен. Келесі сәйкестендір дейді. Бұл жерде R білеміз, бұл тек қана оқу үшін болады. Сонда бұл мынаған келеді. R плюсіміз мына оқу үшін болғасын жерде біз бірден білеміз енді бұны, жазу және оқу үшін болады. Келесі A плюс бұл жаңа мазмұн қосу үшін ашады. Келесі B плюс дейді. Бұл енді B плюс бинарлығы, сонда жазу және оқу үшін бинарлық. Келесі бізде қалып тұрған нәрсе W. Бұл жазу үшін. Келесі бос орындарды толтырыңдар дейді. Әрекетті орындау. Бұл жерге біз блок сызбаны атауын жазып тұрған сияқтымыз. Әрекетті орындау, тік төртбұрыш, логикалық өрнек, ромбы фигурасымен бейнеленеді. Әрекетті орындау дегеніміз есептеуіш әрекеттеріміз. Бізде былай береді, мен қисқызып кеттім. Ал шартты біз береміз былай қылып, былай қылып. Бұл соны айтып тұр. Мына жерге айтамыз, сонда біз тік төртбұрыш деп айтамыз да, мына жерге мына ромбыны айтамыз. Келесі, логикалық өрнек ақиқат болған кезде бір нұсқа орындалады, ал жалған болған кезде басқа нұсқа орындалады. Бұл жерде if-else құрылымы, if құрылымы, if-else құрылымы. Бұл жерде if құрылымы, егер шарт ақиқат болса, бірінші әрекет, жалған болса, екінші әрекет дейтін едік қой. Келесі, бос орындарды толтырыңдар. If логикалық өрнек құрылымы шартты оператордың басы. Шартты оператордың басы, ал өрнектер орналасқан жолдар шартты оператордың денесі деп аталады. Сонда мына жерге денесі деп жазамыз. Жазғаным жылы қисайып кетті. Келесі жетінші. Логикалық амалдар көмегімен біріктірілген екі немесе бірнеше қарапайым қатынастар дейді. Күрделі шарттар. Бұл жерде қарап отырсақ, қалғандарын қараңызшы. Логикалық қосу емес, логикалық көбейту емес, білеміз. Логикалық терістеу емес, және ақиқат жалған дейді. Бір жерде бірден ғана шартты анықтамасын білмесек те бірден табуға оңай жауаптар. Келесі сәйкестендір дейді. Және біз білеміз, жәнені логикалық көбейту екендігін. Және болатын болса, екі әрекетті екеуі да ақиқат болу керек. Енді немесе логикалық қосу. Немесе дейтін болсақ, біз бір әрекет ақиқат болса да жарайды. Келесі емес, екі бастан ол терістеу. Келесі, екі шарттың да бір мезетте орындауын талап ететін логикалық амал. Жаңа да айтып өттім бұны. Яғни, екі шартта ақиқат болу керек. Екі шарттың да орындауын талап ететін бұл бізде және. Келесі, екі шарттың кем дегенде біреуінің орындауын талап ететін логикалық амал. Немесе. Біз бүгін сонда 4-ші бөлім бойынша жиынтық бағалау берген тапсырмаларға тоқталып өттік. Тапсырма жеңіл екен. Оқушылар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.